Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода фигураларды салу тақырыбын жалғастырамыз. Бұл бізде 122 сабақ, математика пәні 2 сынып. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бұл сабақта сен торкөз қағазға фигуралар салуды үйренесің. Мен өткендегі видеода сендерге оны үйреткен болатынмын. Осы сабақта біз оны қайталайтын боламыз, ары қаратай жалғастырып үйренетін боламыз. Қараңдар, бірінші тапсырма балалар. Бұл жерде периметрін тап дейді. Бұл жағалау, теңіздің жағалауы. Бұл жерде қыз баланың матрасы, ұл баланың матрасы және мына құмның қоршауы. Осы үш нәрсенің периметрін табуымыз керек. Қыз баланың матрасының өлшемдері 1 метр және 2 метр. Ені 1 метр, ұзындығы 2 метр. Ұл баланың матрасының өлшемдері ені 5 дециметр, ұзындығы 10 дециметр екен. Енді осы мына жерде құмның қоршауы бар екен. Осылардың барлығының периметрін табайық. Бірінші қыз баланың матрасының периметрі 1 метр қосу 2 метр қосу 1 метр қосу 2 метр тең 6 метр, периметрі 6 метрге тең екен. Екінші, ұл баланың матрасының периметрі 5 дециметр көбейту 2 қосылған 10 дециметр көбейту 2 тең 10 дециметр. Периметр тең 10 дециметр. Неге екі түрлі деп айтпаңдар балалар, себебі периметрді екі түрлі тәсілмен, үш түрлі тәсілмен шығарамыз, тіктөртбұрыштың периметрін. Ал бұлар тіктөртбұрыш тәріздес. Ары қарай келесі бізде бұл құмның қоршауы 3 метр қосу 2 метр қосу 2 метр қосу 3 метр қосу 2 метр қосу 2 метр тең 14 метр. Периметрі бұның 14 метрге тең екен. Жақсы, келесі тапсырма. Фигуралардың қабырғаларын өлше. Осындай фигураларсыз, оларды латын әріптерімен белгіле. Берілген фигуралардың периметрін есепте дейді. Енді қараңдар, бұл жерде фигуралар торкөзге сызылған, ал оны сызғышсыз-ақ есептеуге болады. Өлшемін шығаруға болады. Мысалы, бірінші фигура бізде бір қабырғасы 3 метр, бір қабырғасы 2 метр екен. Ал екінші фигура бізде 6 метр және 2 метр екен. 6 сантиметр. Енді қараңдар, міне біз өлшемін шығарып алдық. Енді дәл осындай фигураларды өзіміздің дәптерлерімізге сызуымыз керек. Енді қараңдар, мына жерде осы фигураларды дәптерімізге сызамыз. Міне мынандай белгіленіп тұрған жерден осындай жерге қарындашымыздың ұшын қойып сызғышты қоямыздағы өлшеп өзімізге керекті сантиметрді сызамыз. Мысалы, маған 3 сантиметр керек, оны сыздым. 2 сантиметр. Осындай тіктөртбұрыш шықты менде. Мен оны өлшемдерін жазамын. Сосын әріптермен белгілеймін. Сосын мына жерге периметрларын табам. Периметрін табу үшін балалар, міне қараңдар, 3 түрлі формуланың үшеуінде жаздым. Сендер тек қана уақытты көп алмау үшін тек қана біреумен жазсаңдар болады. Кез келгені дұрыс, бірақ сендер естерінде қалу үшін мен осылай 3 түрлі формуламен қайта-қайта шығарып тұратын боламын. Міне периметр тең 2 сантиметр қосу 2 сантиметр қосу 2 сантиметр қосу 3 сантиметр тең 10 сантиметр. Бұл бірінші формула. Екінші формула периметр тең 2 сантиметр қосу 3 сантиметр көбейтілген 2 тең 10 сантиметр. Бұл екінші формула. Үшінші формула 2 сантиметр көбейту 2 қосу 3 сантиметр көбейту 2 тең 10 сантиметр. Бұл үшінші формулаға сай. Периметр 10 сантиметрге тең, жауабы тіктөртбұрыштың периметрі 10 сантиметр. Келесіні сызамыз. Маған 6 сантиметр керек, 2 сантиметр астыға қарай. Түп-түз оғып дәл осылай сызамыз. Өлшемдерін жазамыз. Белгілейміз әріптермен. Енді формуласын жазамыз. Формулаға сай есептерді шығарамыз. Периметрді шығарамыз. 2 сантиметр қосу 6 сантиметр қосу 2 сантиметр қосу 6 сантиметр тең 16 сантиметр. Периметр тең 2 сантиметр қосу 6 сантиметр көбейтілген 2 тең 16 сантиметр. Бұл енді уже екінші формулаға сәйкес. Үшінші формула 2 сантиметр көбейту 2 сантиметр қосылған 6 сантиметр көбейту 2 сантиметр тең 16 сантиметр. Периметрі 16 сантиметрге тең, тіктөртбұрыштың периметрі 16 сантиметр. Келесі үшінші тапсырма балалар, қабырғалар 6 сантиметр және 4 сантиметр болатын тіктөртбұрышсыз тіктөртбұрыштың периметрін есепте дейді. Бұл оңай, міне сыздық. Енді оның периметрін есептейміз. Міне 3 түрлі формуланы жаздым. Қабырғалар 6 және 4 сантиметр,
бірінші формулаға сай 4 см қосу 6 см қосу 4 см қосу 6 см тең 20 см. Екінші формулаға салсақ 4 см қосу 6 см көбейту 2 тең 20 см. Бұл үшінші формулаға салсақ, төртінші формула 4 см көбейтілген 2 қосу 6 см көбейтілген 2 тең 20 см. Периметр 20 см, жауабы тіктөртбұрыштың периметр 20 см-ге тең. Осылай шығады. Енді осының ай есебі бар екен. Ол жерде тіктөртбұрыштың әрбір қабырғасын 2-ге кеміт дейді. Жай ғана 2-ге кемітеміз, яғни 2-ден азайтамыз. Әр қабырғасынан 2-ні азайтып отырамыз. Сол кезде қанша шығады, сондай тіктөртбұрышты сызамыз. Мысалы, жаңа бір қабырғасы 6 см болатын, одан 2-ні азайтамыз 4 см, тағы бір қабырғасынан 4 см болған, оны 2-ні азайтамыз 2 см. Яғни бір қабырғасы 4, бір қабырғасы 2 см-лік тіктөртбұрыш сызатын боламыз. Міне, өлшемдерін жазамыз. Енді осының периметрін табамыз. Периметр тең 2 см қосу 4 см қосу 2 см қосу 4 см бұл 12 см-ге тең. Бірінші формулаға сәйкес. Екінші формулаға сәйкес 2 см қосу 4 см көбейту 2 тең 12 см екінші формулаға сәйкес. Үшінші формулаға сәйкес 2 см көбейту 2 қосу 4 см көбейту 2 тең 12 см бұл үшінші формулаға сәйкес. Тіктөртбұрыштың периметрі 12 см-ге тең. Ол қалай өзгерді дейді? Периметр әрине кішірейді, себебі оның қабырғалары аз санға тең болды. Мысалы, неғұрлым көбірек болса, қабырғаларының ұзындығы көп үлкен санға тең болса, оның периметрі үлкен болады екен. Жақсы, ары қаратай келесі 4-ші тапсырма балалар. Мәліметтерді пайдаланып неше есе артық сұрағымен 2 амалмен шығатын есептер құрастыр. Енді бұл өте қызық. Теңізге шомылуға терең таңертең 8 бала, ал түсте таңертеңге қарағанда 16 бала артық келді. Енді тек қана осымен ғана шығаратын болсақ, біз тек бір амалмен шығаратын боламыз. Ал бізге тапсырма неше есе артық деген сұрақты қосу арқылы 2 амалмен шығатын құрама есеп құрастыр деп тұр. Ол үшін қалай істейміз? Міне мен есептің астына сұрағын қостым. Теңізге шомылуға түсте таңертеңге қарағанда неше есе артық бала келді деп сұрағын қосып қойдым. Міне қараңдар, таңертең 8 бала, түсте белгісіз, бірақ 16 бала артық таңертеңге қарағанда. Түсте неше есе артық деп екінші сұрағын қостым. Шешуі 8-ге 16-ны қосамыз, тең 24, бұл түсте қанша бала келгенін табамыз. Енді 24-ті 8-ге бөлу арқылы түсте неше есе артық бала келгенін табамыз. Теңізге 24 8-ге бөлдік 3 болды. Теңізге шомылуға түсте таңертеңге қарағанда 3 есе артық бала келді. Ары қарай келесі ай есебі. Лагерге бірінші күні 7 бала, ал екінші күні 20 және 8 бала келді. Лагерге екінші күні бірінші күнге қарағанда неше есе артық бала келді. Бірінші күні 7 бала, екінші күні 20 және 8 бала. Неше есе артық, мына екінші күні артық болып тұр ғой бірінші күннен. Енді 20-ға 8-ді қосамыз, 28, бұл екінші күнге баланың санын табамыз. Ары қаратай 28-ді 7-ге бөлеміз 4, лагерге екінші күні бірінші күнге қарағанда 4 есе артық бала келді. Келесі 5-ші тапсырма. Бұл енді баған түрінде есептеп дұрыстығын тексеру. Ол өте оңай. 45-ке 19-дың қосындысы 64. 64-тен 45-ті азайтамыз 19, яғни қосылғыштардың арасындағы байланыс деген тақырыпты еске түсіреміз. Яғни бірінші қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтсақ екінші қосылғыш шығады, қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтсақ бірінші қосылғыш шығады деген ережеге сай осылай тексереміз. Бұл жерде мен тек қана бір ғана қосылғышпен пайдаландым. Сендер екеуін де қолданып көрсеңдер болады. Яғни 64-тен мен 45-ті ғана азайттым, сендер 64-тен 19 азайтып 45 деп жазып та көрсеңдер болады. 34-ке 44-ті қоссам 78, 78-ден 34-ті азайтсам 44. Ары қарай келесі 100-ден 57-ні азайтсам 43, 43-ке 57-ні қоссам 100 болады. 90-нан 44-ті азайтсам 46, 46-ға 44-ті қоссам 90 тексерілуі, 50-ден 17-ні азайтсам 33, 33-ке 17-ні қоссам 50. 84-ке 16-ны қоссақ 100, 100-ден 16-ны алсақ 84. Келесі ары қарай
тексерілуі жалғасы. Бұл балалар 27-ге 17-ні қоссам 44, 44-тен 17-ні азайтсам 27, 95-тен 29 азайтсам 66, 66-ға 29-ді қоссам 95, 19-ға 78-ді қоссам 97, 97-тен 78 азайтсам 19, 71-ден 37-ні азайтсам 34, 34-ге 37-ні қоссам 71, 41-ден 28-ді азайтсам 13, 13-ке 28-ді қоссам 41, 61-ден 29 азайтсам 31, 31-ге 29-ді қоссам 60. Енді арғардай келесі 6-шы тапсырма. Бұл енді өте қызық балалар. Суретте неше үшбұрыш және неше төртбұрыш бар. Сен қағаздан қарындашты алмай осындай фигурасы аласың ба? Енді қараңдар балалар, бұл жерде жұлдызшаның шетіндегі жұлдыздардың ұштарындағы бұрыштарды бір-біріне қоса салады екен. Енді оны қалай қарындашты алмай сызамыз? Бір бұрышына қоямыз қарындашты. Содан кейін оны қарындашты үзбей отырып жұлдызшамызды сызамыз. Оны барлығы жасау білет деп ойлаймын. Сосын кейін жұлдызшаны салып болғаннан кейін шетіне келеміз де барлық бұрыштарын бір-біріне қосамыз. Яғни қарындашты дәптерден алмай тұрып сызамыз. Үзбей сызу деген осы. Бұл енді ең оңайы. Ал енді бұл жерде бұлардың 3 бұрыш және 4 бұрыштарын санау ең қиыны. Ал қараймыз, бір қарағанда, мысалы бұл жерде мен мысалы бір қарағанда 13 бұрыш сызатын едім. 13 бұрыш табатын едім. Міне қараңдар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Менің көзіме мысалы 13 бұрыш көрініп тұр. Бірақ шын мәнісінде бұл жерде 13 бұрыштан да көп. Енді естеріңе сақтаңдар, осы жерде 13 бұрыш, бір 13 бұрыш деп алып алдық. Енді арқартай. Енді ол кішкентай бағанағы 2-3 бұрыштар қосылып, бір-бірімен қосылып, тағы да 13 бұрыш болады екен. 10-ға 10-ды қосамыз 20. Арқартай енді ол кішкентай 3 бұрыштар 3-тен бірігіп, тағы да 5 бұрыш қосады екен. Қосылған 5-тен 25 болды. Енді мына жұлдызшаның ортасындағы 3 бұрыштар бір-біріне қосылып, тағы 5 болады екен, 30 болды. Енді мына жұлдызшаның сырты мен ішімен барлығы қосылып, мынандай үлкен тағы 5 бұрыш болады екен. Сонымен барлығы 35 3 бұрыш бар екен. Міне көрдіңдер ме, қалай кішкене қиындау екен, жақсылап ойланбаса. Арғартай келесі бұл 6-шы тапсырма 4 бұрыштарды табу керек. Міне қараңдар, бірінші фиолетовыймен белгіленген мына жерде 3 бұрыш тұр. 3-4 бұрыш тұр. Бұл трапеция тәрізді бірінші 3-4 бұрышты таптық. Одан кейін астында көк түспен белгіленген 3-4 бұрышты таптық, 6 болды. Енді мынандай тағы да трапеция түрінде берілген, мынандай тағы да 4 бұрыш таптық. Сонда 14 бұрыш болды бізде. Енді егер де сендер балалар тағы да басқаша түрін тапсаңдар, маған комментарияға жаза кеттіңдер. Мен осынша түрлі 4 бұрыш пен 3 бұрышты таптым. Жақсы, арғартай келесі соңғы тапсырма балалар, 7-ші тапсырма. Өзеннің жағасында Дәурен, Ильяс, Нұрлан және Ринат 4-еуі отыр. Ильястың бойы ең ұзын емес, бірақ оның бойы Дәурен мен Ринаттан биік. Мысал қараңдар, мынау Ильяс болсын, оның бойы ең ұзын емес. Міне осы сөзге мән беріп қойыңдар. Оның бойы міне Ринат пен Дәуреннен ұзын емес. Ұзын дейді. Ал Дәуреннің бойы Ринаттан қысқа дейді. Міне ең бойы ұзын екенін, кім екенін анықта. Бұл әрине Нұрлан. Себебі Ильяс, біз бірден Ильяс деп айтып қоюымыз мүмкін. Ал шын мәнісінде Ильястың бойы ең ұзын емес. Бұл жерде ең ұзыны сонда Нұрлан болып тұр. Жақсы балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Сендерге толығымен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Комментарийға өз пікірлеріңді жаза отырыңдар.